Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге барлық тері түріне жарайтын өте пайдалы сәбіз крем маскасының рецептімен бөлісемін. Ол үшін бір сәбізді қабығынан аршимыз. Бұл маска құрғақ, аралас, тіпті майлы теріге де жақсы әсер етеді. Енді сәбізді майда күштен өткізіп аламыз. Сәбіз бет терісін ағартып, тері өңін жақсартады, әжім мен қартаю белгілерін бәсеңдетеді және құрғақтықты жойып, теріні нәрлендіреді. Үкіштен өткізілген сәбізді дәке арқылы сығып шырынын аламыз. Достар, видео рецепті жаңадан көріп жатсаңыздар, каналға жазылыңыздар, лайк басып пікір жазыңыздар және достарыңызбен бөлісіңіздер. Жаңа шыққан рецепттерді жіберіп алмас үшін қоңырауды қосуды ұмытпаңыздар. Сәбіз шырыны дайын болды. Енді бізге біраз қасық жүгері крахмалы керек. Шырынға біраз қасық жүгері крахмалын қосып, жақсылап араластырамыз. Жүгері крахмалы теріні тегістеп жұмсартады. Дайын болған маска негізін ыдысқа құйып, қоюланғанша үздіксіз араластыра отырып қыздырамыз. Дайын болған маска негізін бөлме температурасында суытып, ыдысқа құйып аламыз. Бұл крем масканың пайдасы теріні ағартады, тегістейді, құрғақтықты азайтады, терінің серпімділігін арттырады. Келесі бізге масканың қасиетін арттыру үшін зығыр дәндері керек. Ыдысқа біраз қасық зығыр дәндерін салып, үстіне 100 мг су құямыз. Араластырып, баяу отта 7-8 минут қайнатамыз. Зығыр дәндері теріні тегістейді, әжімдерді азайтады, теріні ылғалдандырып, серпімдетеді. Дайын болған зығырды бөлме температурасында суытамыз. Зығырдан гельді алу үшін дәке арқылы сүзіп аламыз. Достар, видео рецепті қай қаладан көріп отырғандарыңызды жаза кетсеңіздер. Дайын болған зығыр гелін маска негізіне жарты бөлігін қосып араластырамыз. Маска негізіне 2 капсула Е дәруменін қосамыз. Е дәрумені әжімнің алдын алып жасартатын әсер береді.
және де жарты шай қасық кокос майын қосып, барлық ингредиенттерді жақсылап араластырамыз. Кокос майы теріні қоректендіріп, бет терісін құрғаудан сақтайды. Крем маскамыз дайын болды. Крем масканы аптасына 2-3 рет қолыңызға, бетіңізге, мойныңызға және декольте терісіне жағып 20 минутқа қалдырасыз. Содан кейін қалған масканы жылы сумен жуасыз. Соңынан өзіңіздің ылғалдандырғыш креміңізді жақсаңыз болады. Крем масканы шыны ыдысқа құйып, тоңазытқышта 1 аптаға дейін сақтай аласыз. Қалған зығыр гельді шыны ыдысқа құйып, тоңазытқышта 1 аптаға дейін сақтап қолдануға болады. Видео рецепті көргеніңізге рахмет. Сізге денсаулық, жастық және сұлулық тілеймін. Келесі кездескенше.